Assalomualaikum do'stlar, sizlarмен birga men Yerko qalasizlar do'stlar. Bugungi bizning kezikchi videomizga xush keldinglar do'stlar. Bugungi videoda biz deytin pak jasovni o'rganayotgan bo'lamiz. Podkastga qanday jasov kerak ekanini o'rgatadigan bo'lamiz do'stlar. Ya do'stlar, meni YouTube'dan qalama qilmayman degan so'z sizlarda ko'p mazalab yurgan do'stlar. Uning javobini sizlarga ayta salayin do'stlar. Men YouTube'da qalatib bo'ldim do'stlar. O'tgani deytin ko'psa buni PR ana deb жатыр do'stlar. Bu PR emas hech qandayda do'stlar. Короче, men deytin 40 подписчикка жетсе қалам немесе қалмаймын деген болатын. Қазір 40 подписчиктен асып кетті до'stlar. Базар жоқ сіздерге deytin. Менің подписчигімді көбейтіп, мен YouTube'дан кетпеу. Короче, мен видеоларым сіздерге ұнап жүрген сияқты до'stlar. Кетпесін деп 48 подписчик жинапсыңдар. Хорош до'stlar. Осы қалпымыздан дамайық до'stlar. Тездетіп 50, 60, 70, 80, 90, 100 мың, 20 мың, 3 мың, 4 миллионға жетейік до'stlar. Короче, біздер дейтін бүгінгі видеода скин пак жасайтын боламыз достар. Ең алдымен бізге дейтін кешіріңдер достар. Мен Майнкрафттан сіздерге сөйлей алмадым, өйткені мен бұл видеоны асығысты түнімен түсіріп жатырмын достар. Осыған рахмет айтыңдар достар. Ал біз онда видеоны бастаймыз. Біздер дейтін ең алдымен новый холст дегенді басамыз достар. Ештеңеге тиіспей создать деген басамыз. И мына бір жерде тұрған осы жерді басамыз да өзімізді сіздерде бұл жерде әуелі ешқандай зат тұрмайтын болады достар. Өзіміздің мына төменде тұрған галереяның суретін, картинканың суретін плюсикті басамыз да осы жерге өзіміздің скинімізді и пагымызды қойып аламыз. Ең алдымен өзіміздің скинімізді осылай қоямыз. Сізде дәл осындай шығады деген үміттемін. Шығу керек достар. И содан соң біздер задать деген түймешені басамыз, ештеңеге тиіспей. И кейін өзіміздің пагымызды баса салсақ болды. Мінекей тура осындай қоясыздар, задать деп басасыздар. Болды достар, мінекей. Осындай біздерде пак пайда болады достар. Енді достар қараңдар, бұны біздер дейтін мына жерде эксперт PNG и JPG деп тұрады достар, мінекей. И бұл жерде PNG прозрачный деймізде сохранить еттіретін боламыз достар. Ал енді біздер келесі приложениеге кеттік. Достар, біздерде келесі приложение ол скин сет дейтін приложение достар. Скин сетпен де жасауға болатын еді достар. Бірақ Медиабанк Пайтан жасаған сіздерге ыңғайлы болады. Себебі оны дейтін скин сетте әр жерін қиып, әр жерін отырсаңдар, ал Медиабанк Пайтан оны 1 минутта бәрін құрастырып тастауға болады достар. Короче, енді достар, міне өзіміздің жасап алған жаңағы пагымыз достар, мінекей әдемі осындай болып шығады. Мінекей достар, бәріне басында король, пароль бар. Қолы осындай, бәрі ешқандай және ешқандай қателік кетпеген достар. Осындай, короче, әдемі скин пак болды достар. Ал видео сіздерге ұнатты деген үміттемін достар. Мен YouTube'да қалатын болдым. Ешқандай уайымдамай көре берсеңдер болады. Ал онда видео аяқталды. Сендермен бірге болған мен Ерко. Арнаға тіркеліп лайктарын басып, комментарияны жазыңдар. Лайктарын пытырлатсаңдар достар. Ал онда біз видеоны